Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Так, қазір басқа да оқушыларымыз қосылып алсын. Что-то барлығы ақырын қосылып жатыр ғой деймін. Так, сендер сабақтан шығып келесіңдер ма негізі? Так, сабақты бастамас бұрын мен ана нәрсені ескерте салайыншы оқушылар. Жалпы бізде соңғы эфир болған еді ғой. Сол эфирде музыкаға бола ма білмеймін, короче, блок қойып тастаған. И соған байланысты көп оқушылар жазып кеткен екен да. В общем, неге ол блок болады, туда-суда деген сияқты. Оған уайымдамасындар болады, мен ертең ол сабақтарды өзім түсіремін да и платформаға енгізіп қоямын. Осы соңғы сабақты көре алмаған оқушылар болса, ертең смело көре аласыңдар. Түсінікті ғой, ә? Так, одан кейін екінші нәрсе, жалпы бұрыннан мен сабақ бергеннен бастап сабаққа қатысып жатқан оқушылар бар да, и кейіннен жаңа тақырыпты күтіп жүрген біздің оқушыларымыз болған екен да, и олар енді ғана сабақтарға қосылып жүрді. И ол оқушыларға мен есімді айта салайыншы, менің есімім Алмат негізі. Кеше бір сабақтарында вообще мен Айдын ағай деп жүрген екенсіңдер ғой негізі. Мен оған байланысты маған скриндер жіберді негізі. Есім жаттап алыңдар. И жаңағы комментарийде де көріп жатырмын, Ануар дегенді. Ануар ол менің фамилиям. Жалпы есім Алмат. Болды, ол оқушы черный списокқа кіріп кетті. Мен кім екенін айтпай-ақ қояйын. Азамат ағай дегендер де бар деймін. Так, бүгінгі жалпы ең алғаш осы менің сабағыма қосылып жатқан оқушылар болса, бүгін бастан аяқ соңына дейін қатысып көріңдер. Бүгін біз жалпы Ұлы Отан соғысы деген тақырып өтеміз. И Ұлы Отан соғысына байланысты алдыңғы жылы ұбт-да негізі екі контекст келем, мен екеуін осы прямой эфирде сендерге талдап көрсететін боламын. Және бір қызықты видео бар, оны қазір скриннің кезінде бір көріп аламыз негізі. Так, Құлпынайдың смс-ін көрдім. Негізі қазір өтіле жатқан тақырыптарымыз ол сендер обязательно көру керек тақырыптарың ғой. Прямой эфирге кіре алмай қалып себептермен болса да сақталған сабақтарды обязательно көру керексіңдер. Потому что бұл маңызды. Ұлы Отан соғысына байланысты всегда ұбт-да сұрақ келеді. Все, Сұлтан, смело. Так, оқушыларымыз ақырындап қосылып жатыр екен, олар толыққан қосылғанға дейін тексере басылайық, интернет жақсы ұстап тұрса, менің даусым анық естіліп тұрса, онда кеттік деп барлықтарын жазып кетіңдер, либо үйтіп әуреленбей плюс белгісін қалдырып кетсеңдер болмаса. Уағалейкум ассалам думан деп именно балалардың смс-ін оқып отырсың. Так, плюс белгісі келіп жатыр. Так, бізде уже 5 минут басып өтіп кеткен екен, онда біз бүгінгі тақырыпты бастайық. Бүгін біз жалпы Қазақстанның Ұлы Отан соғысы жылдарында қалайынан әсер ете алды, сол тақырыптарды қарастырамыз. Енді жоқ, бүгін бір тақырып өтеміз оқушылар, бүгін бір тақырып. Енді біз Ұлы Отан соғысы дегенді бастамас бұрын көп оқушылар шатастыратын нәрсе бар да, екінші дүниежүзілік соғыс деген бар. Екінші дүниежүзілік соғыс ол 1939 жылдан басталынады да, ол 1945 жылға дейін болған оқиға. Көп оқушыларымыз осымен шатастырып жатады. Біз Ұлы Отан соғысы деген қарастырамыз. Неге ол Ұлы Отан соғысы деп аталынады? Себебі бұл соғысқа Германия мен КСРО-ның арасында болған соғыс қимылы. Ұлы Отан соғысының нақты мерзімі 1941-1945 жылдар аралығында болған. Біз осы екі мемлекеттің арасында ғана соғыс қимылын қарастыратын боламыз. Енді Германия жалпы КСРО-ны жаулап алу туралы арнайы жоспар құрады. Ол жоспардың атауы Барбаросса деп аталған. Енді Барбаросса деген жоспар құрып жатыр ғой, ол не нәрсені білдіреді? Жалпы Барбаросса деген жоспардың мәні бойынша қысқа мерзімде КСРО-ны смело жаулап аламын деп ойлайды негізі Германия. И ол қысқа мерзімге планка қойып тастаған ғой. Мен КСРО-ны смело 6 мен 8 аптаның аралығында жаулап аламын деп ойлайды да.
Бірақтан енді ол қанша 4 жылға созылып кеткен соғыс болды негізінен ол. Так, енді қараңдар, бізде Ұлы Отан соғысының нақты басталған мерзімі сұралады. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы ол 22 маусымда басталған. Тағы да қайталап айтам, біз Ұлы Отан соғысында Қазақстанның тигізген әсері деген бөліктерді ғана қарастыратын боламыз. Енді бізге Ұлы Отан соғысы басталған кезде қазақстандықтан неше адам соғысқа қатысты деп келеді. Бізде жалпы 1.200.000 адам соғысқа қатысқан. Енді кейбір тесттерде андай болады. Әрбір нешінші адам қатысты дейді, әрбір 5-ші адам дегенді белгілейсіңдер. Ол дегеніміз қалай? Мысалға, комментарийде бізде қазір Әсел, Нұршәріп, Іңкәр, Шахназ 4 болды ма? Құлпынай примерно соғысқа кетіп тұр ғой, 5-ші адам болып тұр да. Әрбір 5-ші деген сол нәрсені білдіреді негізінен. Түсінікті ме мағынасы? Енді біз Қазақстаннан Ұлы Отан соғысына қатысқан адамдар санын анықтап алдық. Енді Қазақстаннан қанша әскердің құрамы деп келеді. Қазақстаннан 12 атқыштар, 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы и 500-ге жуық полк пен батальон қатысқан. В основном сендерде полк пен батальонның саны сұралады. Сендер ол кезде 50 деген жауапты белгілейсіңдер. 50 либо 50-ге жуық деген жауапты белгілейсіңдер. Так, бірінші слайдқа байланысты ақпарат түсінікті. Енді бізде негіз андай оқиға болады. Жалпы екінші дүниежүзілік соғыс болып жатты ғой. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия мен КСРО-ның арасында, плюс деп қояйыншы, екеуінің арасында келісім болған. Екінші дүниежүзілік соғыста біз бір-бірімізбен соғыспаймыз деген КСРО мен Германия арасында сондай келісім болады. Дүниежүзі тарихын таңдаған оқушылар болса, ол нәрсені жақсы біледі негізінен. Енді бірақ Германия ойланып қалады, мен КСРО-ны да жаулап алсам қалай болады екен дейді да, и ол КСРО-ға күтпеген жерден соғыс қимылын ашады. Неқа енді ВС деп қоямын. Германия күтпеген жерден КСРО-ға шабуыл жасайды. И КСРО бұл нәрсеге дайын болмай қалады да, ең алғашқы соғыс қимылына аттанған дивизия деп келеді. 2 дивизия аттанады. Ең алғаш соғысқа 312-ші және де 316-ші атқыштар дивизиясы аттанады. Ресейдің тарапынан соғыс қимылына 312-ші атқыштар жіберіліп, оның командирі болған десе, Наумов деген жауапты белгілейсіңдер. Ал егер де Алматыдан жасақталып, ең алғаш соғыс қимылына кіріскен атқыштар дивизиясы десе, онда 316 деген белгілейсіңдер. Енді 316-ның басшысы кім болды десе, сендерде тестті өте жиі келеді, Панфилов деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы сендер 28 Панфиловшылар деген фильмді естулерің бар ма негізі? Ондайды көргенсіңдер ма? 28 Панфиловшылар деген. Так, комментарийде көрген оқушылар болса мен қарайын. Әр отбасыдан бір адам почти дейді. Сол кезде негізі фильмді көретін болсаңдар, КСРО вообще дайын болмаған ғой, күтпеген жерден соғыс қимылына. Мына 312-316 атқыштардың о жаққа жіберілу себебі Ресей өзіне уақыт ұтқысы келеді. В общем, КСРО-ның астанасы Мәскеу жаулап алайын деп отыр да Германия. И олар әскерге дайындалу үшін уақыт ұту керек та. До такой степени фильмнің соңында да көрсет, соғысуға оқтары да қалмаған ғой. Олар пышақпен қолына не сонымен соғыс қимылын жүргізген негізі. Фильмде сол нәрсені қарап көрсеңдер болады. Енді ең алғашқы Германия мен Ресейдің әскері, яғни КСРО-ның әскері қай жерде шайқасы десе, Волоколамск шатқалында деп келеді. Ең алғаш соғыс осы жерде болған. Бұл территория Мәскеуден 30 км жерде орналасқан. Енді ең алғашқы қақтығыс болады. Германия мен КСРО-ның тарапынан ең алғаш қақтығыс болады. Бұл қақтығыстың соңы немен аяқталды? Жалпы Ресей мемлекетінен жіберілген 2 дивизияда өзінің мақсатын сәтті түрде атқарған. Олар КСРО-ға уақыт ұтып береді. Еще бұл шайқаста ерлік көрсеткендігі үшін 28 жауынгерге Кеңес одағы батыр атағы беріледі. Кеңес одағы батыр атағы деген алдағы уақытта немесе тест базасында сендерде қысқартылған форматта көп деп келеді негізінен. Кеңес одағы батыры көп деген мағынаны білдіреді. Енді Волоколамскте болған шайқаста КСРО-ның тарапы жеңеді, 28 жауынгер ерлігі үшін марапатталады, және общий дивизия бар ғой, общий дивизияның атқарған қызметі үшін оны қандай орденмен десе, Қызыл ту орденмен марапатталды деген жауапты белгілейсіңдер. Бұл Қазақстанның тарапынан, яғни Алматыдан жасақталып жіберген дивизияның соңы немен болды? Бұл соғыс барысы кезінде Панфилов қаза болады негізінен. Панфилов қаза болады. Бізде енді соғыс тоқтамады ғой. Мәскеуде соғыс болып жатыр. Сол себепті 316-шы атқыштар дивизиясы қайтадан жасақталады негізінен. Яғни адамдар саны толықтырып новыйдан құрылады да, ол новыйдан құрылған кезде қандай гвардия деп аталынды деп келеді.
сол кезде сендер 8-ші гвардия деген жауапты белгілейсіңдер. Ол бастапқы кезде 8-ші гвардия деп аталынады да, енді Германиямен ең алғашқы соғыста ерлік көрсетіп басқарып қаза болғандығы үшін оның дивизияның құрамындағы адамдар Панфиловтың есімін берсек қалай болады дейді. Сол себепті де 316-шы атқыштар дивизиясы кейіннен Панфилов дивизиясы деп аталынып кеткен. Сендерге кітапта Панфиловтың суреті берілген. Бұл сурет контексттерде өдір келіп қалса, осыны белгілейсіңдер негізден. По идее, көбісін көрмеген сияқтысыңдар Панфиловтың суретін. Бауыржан Момышұлының еңбегі бар, сондай еңбегі бар. Слайдтар ондай қатты көп емес, Нұрай, уайымдамасам болады. Так, енді біз былай қарастырамыз. Біз қазір түсіндік, Ұлы Отан соғысының мерзімін түсіндік. Ұлы Отан соғысының Қазақстан қалайынан оған көмектесе алды, адам санымен, әскер санымен. Енді алғашқы соғыс болды. Соғыс ашылды ғой, екі тарапта уже білді бір-бірімен соғысайын деп атқандығын. Сөйтті Қазақстан тарапынан КСРО-да үш түрлі ірі шайқас болған. Бір деп қоямыз. Ең бірінші үлкен шайқас ол Мәскеу шайқасы. Жалпы Мәскеу шайқасы сендерде мерзімі сұралады. Қазір біз контекстте сәйкестендіріп жүргіземіз да. Мәскеу шайқасы 1941 мен 42 жылы болады. Бұл Мәскеуді қорғау үшін Ресей үкіметі не істейді? Өзінің отар мемлекеттерінен әскер жинақтайды. Алматыдан, Ташкенттен, Бішкектен неше дейтін болса 39 атқыштар бригадасын жинаған. Осыған ұқсас сұрақ бар, мен мына жаққа қалдырам. Бізде азамат соғысы деген бар. Азамат соғысы кезінде жергілікті жерден мұсылман бөлімдерін жинайды ғой. Сол кезде КСРО неше әскери мұсылман бөлімдерін жинады деген сұрақ мен сендерге қойдым. Қазір комментарийге еске бір түсіріп алсыңдар болады. Азамат соғысы кезінде жергілікті әскерден жинақталған мұсылман бөлімшелер саны неше? Так, Гүлдана бізде мерзім жазған екен. Мерзімі дұрыс бізде. 1918-20 деген. Так, пока комментарийлер келмей жатыр, онда мен өзім айтайын. Естеріңе түсіріп алыңдар. Жалпы азамат соғысы кезінде 37 әскери бөлімше жинақталған. 37. Бөкей ордасынан деп біз айтқан болатынбыз. Басшысында осындай тұлғалар болды деп. 37 деген белгілейсіңдер. Енді Мәскеуді қорғау үшін жалпы территориялық аумақтардан әскер жинақталады и Мәскеу үшін шайқас болады. Осы 1941-42 жылы шайқас кезінде қазақстандықтардан кімдер көзге түсіп ерлік көрсетті және кімдер Кеңес одағы батыры атағын алды? Сол сұраққа жауап береміз. Енді сендерде Мәскеу үшін Кеңес одағы батыры атағын алған ротаның саяси жетекшісі десе, онда сендер Мәлік Ғабдуллин деген жауапты белгілейсіңдер. Ал егерде Мәскеу үшін шайқаста батальон басшысы болып Кеңес одағы батыры атағын алған десе, сендер Бауыржан Момышұлы деген жауапты белгілейсіңдер. Бірақ сендерде ескеретін нәрсе бар. Бауыржан Момышұлына Кеңес одағы батыры қай жылы берілді десе, 1990 жыл деген белгілейсіңдер. Неге мен бұны ерекше етіп көрсетіп қойдым? Себебі алдыңғы жылы ОБТ-да келген сұрақ бұл. Бауыржан Момышұлына Кеңес одағы батыры атағы берілді 1990 жылы. Андай әңгімелерді көп естіген шығарсыңдар, Бауыржан Момышұлы тек қана қазақша сөйлеген, Ресейдің билігіне бағынбаған деген секілді. Яғни сондай бір характер үшін Ресей мемлекеті біразға дейін мойындамай жүрген негізі оны. Так, енді сендерде келесі сұрақ бүйтіп келеді. Мәскеу үшін шайқаста ол немістердің штаб пәтеріне басып кіріп, 5 неміс офицерін өлтіріп қаза тапқан Кеңес одағы батыры десе, сендер Төлеген Тоқтаров деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы Мәскеу үшін шайқаста всегда осы үшеуі келеді. Егер одан бөлек басқа тұлғалар келіп қалса, Жанғозин, Елебаев, Елебеков деген жауаптарды белгілейсіңдер. Енді сендерде Бауыржан Момышұлына байланысты кітапта арнайы ақпарат көз берілген. Бауыржан Момышұлы ол 1910-1982-де өмір сүрген. Алдыңғы жылы Бауыржан Момышұлына байланысты өте жиі келген ол шығармалары. Бауыржан Момышұлының шығармасын тап деген сұрақ болды да, и вариантта сендерде дұрыс болып ұшқан ұя келген. Ол 1974 жазылған. Егерде сендер конспекті жазып жатқан кезде ұшқан ұядан бөлек офицер жазбалары, Куба әскерлері, генерал Панфилов, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап деген еңбектерінде өздеріне жазып алу керексіңдер. Түсінікті ме оқушылар? Именно шығармалардың ішінде алдыңғы жылы ұшқан ұя деген сендерде келген болатын.
Енді бізде Мәскеу үшін шайқаста жеке тұлғалар бар, кеңес одағы батыры атанған. Енді Мәскеу үшін шайқаста общий Қазақстаннан шыққан қандай атқыштар дивизиясы бар, чтобы олар марапатталатын. Мәскеу үшін шайқаста именно Қызыл ту орденімен марапатталған дивизия десе 238-ші дивизия деген жауапты белгілейсіңдер. Енді ең алғаш, мысалға біз қазір былай істейміз, 182 оқушы адамбыз ба, біз соғысқа баратын болсақ, где-то по-любому бір 82 кетіп қалады ғой, үйтіп в общем қайтыс болып кетеді. И біз 100 ғана болғаннан кейін қайтадан толығу керек боламыз. Яғни қайта құрылды деген 180-ге ровно қойып қайтадан соғысқа жіберу деген мағынада түсінсеңдер болады. Енді 238 толықты десе 30-шы гвардия бол. Енді одан бөлек жалпы Мәскеу үшін шайқаста ерекше көзге түскен атқыштар дивизиясы десе, сендер 79-ды және де 238 белгілейсіңдер. 79-шы атқыштар дивизиясы тоже қайта құрылады. Ол 73-ші гвардия болып құрылған. Кейіннен бұл көзге түсіп Мәскеуді жақсы қорғайды да, Мәскеуді қорғағаннан кейін бұларды Сталинградқа жібереді. О жақтағы шайқастарда ерекше көзге түссін, яғни қорғасын мемлекетті деген секілді. Сол себепті де олар кейіннен қандай атақ алды десе, 73-ші гвардия Сталинградтық деп аталған болатын. Енді мына жақта енді қосылатын оқушылар болса тағы да түсіндірем. Біз шайқастардың ішінде ең негізгі қарайтын ақпаратымыз кім қандай ерлік алып кеңес одағы батыры атанылды. Енді мына жерде конспекттің осы жеріне келген кезде мына бөлікке қосымша деп қоясыңдар. Қосымша деп қоясыңдар. Енді бізде қандай ақпарат жалпы? Бізде мынандай нәрсе бар. Волоколамскте шайқас болды. Одан кейінгі шайқас Дубесоко деген жерде болған. Что Ресей, яғни КСРО әлі күнге дейін Германияға қарсы соғысқа дайындалып жатыр да. Сол себепті Дубесоко түбінде 1075-ші атқыштар дивизиясы шайқасады да, оның басшысында Клочков болған. Сендерде Клочковтың сөзі тест базасында келеді. Ол былайынан келеді. Ресей кең байтақ, бірақ шегіндерге жол жоқ, артымызда Мәскеу деп сипаттаған тұлға десе, сендер Клочков деген белгілейсіңдер. Бұл түсінікті сендер көп жерде де естіген боласың түгісіңдер. Түсінікті ма? Мынаны қосымша деп өздеріңе жазып аласыңдар. Енді Мәскеу үшін шайқаста біз түсінетін екінші ақпарат бар. Жалпы бізде соғыс құрлықта деген бар, әуеде деген бар. Мәскеуді әуеде қорғаған экипаж десе, Маслов экипажы деген белгілейсіңдер. Және де Маслов экипажының құрамында болған жалғыз қазақ ұшқышы болған ол Бақты Ораз Бейсекбаев. Және Бақты Ораз Бейсекбаев бізде ерлікпен қаза табады. Мына жерге мен нақты жылын жазып қойыншы, тестте келеді бізде. 1941 жылы Бейсекбаев қайтыс болады. Вообще соғыста андай нәрселерді естігенсіңдер ғой. Өзінің ұшағын жау алаңына құлатып барып қаза тапқан адамдар дегеннің өзі списоктары болады. Ең алғаш сондай трендті бастап кеткен ғой біздің тілмен айтқан кезде. Бақты Ораз Бейсекбаев ең бірінші өзінің ұшағын құлатып, сөйтіп ерлікпен қаза тапқан. 1941 жылы қаза табады. Бірақ тоже солайынан Бауыржан Момышұлы секілді мына жаққа сендерге келеді. 1998 жылы Назарбаевтың шешімімен халық қаһарманы атағы кімге берілді десе, онда сендер Бейсекбаевқа деген жауапты белгілейсіңдер. Осындай бізде ерекше арнайы жаттау керек екі сұрағымыз бар. Қазір екінші біздің шайқас Ленинград деген шайқаста, сол Ленинград деген шайқасты бастамас бұрын түсінбей қалған жерлерің бар ма? Комментарийді бір ретте алып, потом Ленинград шайқасын бастаймыз. Бізде жақта қазір батальон, гвардия дегендерді сұрап отқан оқушылар болатын болса, мен сендерге анықтамасын жіберіп қоямын. Военный бөлімдерде анықтамасы болады, өзін мен сендерге скрин түрде жіберіп берейін сол нәрсені. Енді бізде екінші шайқас болады. Екінші шайқас ол Ленинград шайқасы. Жалпы Мәскеу үшін шайқас 1941-42-де болды дедік қой, ал Ленинград шайқасы тоже 1941-де басталады 44-ге дейін. Енді Ленинград деген ол қайда орналасқан? Ленинград та Мәскеуде ол Ресейдің солтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Яғни Еуропа бөлігінде орналасқан. Сол себепті де Германияның соғыс қимылын ұйымдастыру осы қалаларға алғаш жетіп жатқаны сондықтан. Енді біз Ленинград шайқасын анықтап алдық. Жалпы Ленинградты қорғау үшін Қазақстаннан әскердің 3/1 жіберген. Ол дегеніміз қалай? Жаңа біз айттық қой, жалпы 1.200.000 адам Қазақстаннан толыққанды қатысты дедік қой. Получается, оның 3/1 дейтін болса, онда сендерде 400.000
именно қазақстандық осы Ленинградты қорғау үшін шайқасады. Сол себепті де Ленинградта қазақтар өте көп болғандықтан оларға рух беру үшін патриоттық тұрғыда арнайы өлең шығарған тұлға бар. 1941 жылы Жамбыл Жабаев Ленинградтық өренім деп аталынатын жыр жинағын шығарған. Енді келесі білу керек нәрсе бар. Біз құрлықтағы соғыстың бәрін түсініп жатырмыз. Біз әуені жаңа айттық Мәскеуде. Енді теңізде бар. Жалпы Ленинград Балтық деген теңіз бар Еуропа бөлігінде. Сол аумақта орналасқан флот деген ол теңіз әскер. Именно Балтық флотында Ленинградты қорғау үшін Киров деп аталынатын әскери жасақ жинақталады. Соның ішіндегі қазақстандықтар саны деген сұрақ болса, онда сендер 156 деген белгілейсіңдер. Түсіндің ме? Балтық флотында Қызыл Ту Киров крейсінде 156 қазақстандық шайқасқан болатын. Енді біз тоже қарастырамыз. Ленинград үшін шайқаста Кеңес одағы батыры атаған кімдер алды? Негізінен ше, мен тамағымды ауыртып алған ба, суық тиген ба бірдеңе. Из-за этого менде сондай болып жатыр ма? Сендерге ыңғайсыз болса, мен ана жақта микрофонды алып қоя салайын. Может быть, микрофоннан да болуы мүмкін. Сол нәрсені айтып жіберіңдер комментарийге, и потом дальше жалғастырамыз. Так, нормально болса, онда жалғастырамыз. Все, нормально болса кеттік онда. Енді қараңдар. Жалпы Мәскеуде Кеңес одағы батыры атағын алған адамдардың списогін білдік та, енді Ленинградты қараймыз. Көп дегенді енді қосылып атқан адамдар болатын болса, ол Кеңес одағы батыры деген мағынаны білдіреді. Ленинград үшін өте үлкен ерлік жасаған ол Сұлтан Баймағамбетов. Сұрақ былайынан келеді. Ленинградты қорғау үшін жаудың арнайы оқ жаудырып тұрған пулеметін өз кеудесімен жауып қаза болған десе, оны сендер Сұлтан Баймағамбетов. Мына сөйлемнің мағынасын түсіндіңдер ме? Сұлтан Баймағамбетовке байланысты. Оның пулеметті осылайынан жабу себебі, ол пулемет өте мықты қару болғанда, ол өзінің жақындағы адамдарға жасалынатын болса, көбісін қырып тастайтын еді. Өзінің тарапындағы адамдар пулеметтің бар екендігін біліп қорғану мақсатында өзін солайынан жертва жасаған негізі. Түсіндің ме мағынасы? Енді сендерде мен қазір әрбір тұлғаның ключевой словосын айтып отырам. Ленинградта бүйтіп келеді. Ленинград үшін шайқаста немесе бүйтіп келеді. Ұлы Отан үшін шайқаста көзге түскен Кеңес одағы батыры атанылған мерген десе, онда сендер Дүйсебек Шыныбеков деген жауапты белгілейсіңдер. Одан кейін сендерде екіншісі бар. 3 дәрежелі даңқ орденімен деп келеді кейде. Немесе 1944 жылы Кеңес одағы батыры атанылған мерген дейтін болса, онда Әлия Молдағұлованы белгілейсіңдер. Негізі Мәншүк Мәметова мен Молдағұлованы өте көп шатастырады да, Молдағұлова ол бізде мерген болған. Және Әлия Молдағұлова қай әскери бригаданың құрамында болды десе, онда сендер 54-ші деген жауапты белгілейсіңдер. Түсіндің ме? Енді сендерде келесі 24-ші атқыштар бригадасының құрамында болған қазақ қыз жауынгері дейтін болса, сендер Оңғарбаева деген жауапты белгілейсіңдер. Жеке тұлға ретінде осы. Енді келесі нәрсе бар. Біз айттық қой жаңа 312, 316 ол соғыстың алдында көзге түседі. 79, 238 ген Мәскеуді қорғау үшін көзге түскен дивизия. Ал Ленинградты қорғау үшін қатысқан дивизия десе, 310, 314-ші атқыштар деген жауапты белгілейсіңдер. Енді бұл дивизиялар қанша елді мекенді азат етті деген сұрақ болады сендерде. Сол уақытта сендер 22 деген жауапты белгілейсіңдер. Аяқта негізі бір тұлғаны қазір есімізге түсіреміз. Енді бізде 3-ші шайқас бар. Ленинградтан кейінгі 3-ші шайқас ол Сталинград шайқасы. Жалпы сендерде бүйтіп келеді. Ресейдің батыс бөлігінде Ленинград. Так, мен бүгін қайтадан сайын деп тұр ғой. Аяқта Ленинград, Мәскеу. Енді Германия Қазақстан бөлігіне шабуыл жасаған. Қазақстан бөлігіне шабуыл жасаудағы ең жақын майдан ол сендерде Сталинград майданы. Тоже әрбір шайқастың болған мерзімін білу керексіңдер. Сталинград шайқасының мерзімі 1942-ден 43 жылға дейін болған. Сталинград шайқасы қай жақта болды десе, ол Еділ өзенінің бойында орналасқан. Ол Қазақстанның батыс бөлігімен өтетін су алабы.
Енді екінші сұрақ болады. Сталинград қаласы Қазақстаннан неше шақырым жерде орналасты десе, ол 500 километр жерде орналасқан қала болған. Енді бұл Ұлы Отан соғысына Қазақстанның территориясы да енеді, қатысқан. Яғни Қазақстанға қай жылы Ұлы Отан соғысы енді десе, соғыс қимылдар 1942 жылдың күзі деген жауапты белгілейсіңдер. Ал нақты Қазақстанның қай бөлігіне десе, Каспий өңіріне деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы Сталинград үшін шайқаста Кеңес одағы батырын атағын алғандар кім? Біз жаңа айттық, 73-ші гвардия дегенді. Мәскеу үшін шайқаста қайтадан құрылады. Сталинградты атақ алдық дедік қой, именно осы жақта ерекше көзге түскен. Сендер де бұл Сталинградты аталған 73-ші гвардияның басшысы болған полковник десе, Кеңес одағы батыр атағын алған Ғани Сафиуллин деген жауапты белгілейсіңдер. Ал 17-ші гвардиялықтың танк полкының басшысы болып Кеңес одағы батыр атағын алған десе, онда Тимофей Позолотин деген жауапты белгілейсіңдер. Енді сендерде келесі мынандай бір анықтама ерекше сұрақтар бар. Именно Кеңес одағы батыр атағын алғандардың қай жақтан екендігін сұралады. Егер де Сталинград үшін Кеңес одағы батыр атағын алған қарағандылық ұшқыш десе, онда Нұрекен Әбдіров деген жауапты белгілейсіңдер. Неге Кеңес одағы батыр атағын алды десе, тоже өзінің ұшағын жау алаңына құлатып, сол жақта қаза болған. Енді біз жаңада ключевой словосы минометші. Кеңес одағы батыр атағын алған Сталинградтық шайқаста минометші десе, Қарсыбай Спатаев деген жауапты белгілейсіңдер. Минометші деген мина ғой, мина деген естулерің бар ма? Үлбін негізі сондай информациялар бар, солай айтылады. Мина деген естулерің бар ма? Все, білсеңдер, значит, дальше біз кетеміз онда. Енді қараңдар, Сталинградтық әйгілі Павлов үйін қорғауға қатысқан оңтүстік қазақстандық жауынгер десе, онда сендер Мырзаев деген жауапты белгілейсіңдер. Енді ол былай ғой, қараңдар, Сталинградтың әйгілі үйі дегенде сұрақ болады, Павлов үйі деген белгілейсіңдер. Мысалға, типа Қазақстанда Астананың негізгі бөлігі десе, онда сендер Ақорда деген секілді сондай мемлекет, сол қаланы әкімшілік ортасы ретінде аталынатын үй немесе аумақ болған. Батыс кетсе жарылады негізінен. Енді сендерде екінші сұрақ келеді, қарағандылық ұшқыш десе Нұрекен Әбдіровті белгілейсіңдер, ал Сталинград шайқасында Кеңес одағы батыр атанған оңтүстік қазақстандық десе, онда сендер Мырзаев деген жауапты белгілейсіңдер. Енді бізде Сталинградтан кейін Невель қаласында соғыс қимылдары болған. Невель қаласында ерлікпен қаза тапқан аға сержант пулеметші десе, онда Мәншік Мәметованы белгілейсіңдер. Неге ерекше етіп бекітіп қойдым? Себебі алдыңғы жыл ұбт-да келген. Сендерде вероятность бар, что осы жылы мектептерде либо қаңтар ұбт-сына келуі мүмкін деген. Енді Мәншік Мәметова қай дивизияның немесе қай бригаданың құрамында болды десе, 100-ші атқыштар бригадасының құрамында болды деген жауапты белгілейсіңдер. Енді бізде Сталинградтық шайқас кезінде 2 даңқ орденімен және де Кеңес одағы батыры атағын алған қазақстандық десе, сонда Айтықов деген жауапты белгілейсіңдер. Енді мынаны біз ерекше етіп жаттап аламыз, потому что тест базасында өте жиі келеді. Жаудың 5 танкысын, Фердинанд зеңбірегін, оқ-дәрі тиелген 3 автомашинасын жойған Кеңес одағы батыры атағын алған десе, Қойгелді Аухадиев деген жауапты белгілейсіңдер. Осы жерде Фердинанд дегенді естімей, всегда мультфильм есіме түсіп келеді. Сендер Фердинанд деген мультфильмді көргенсіңдер ма негізі? Все, әселі дым уайымдама, скрининг кезінде мен айтатын боламын. Мультфильмдердің ішінде ең самый топы мен үшін Тайна Коко деген бір. Тайна Коконы көрдіңдер ма? Самый топ по идее. Сұлтан, который бұқа болатын. Барлығын көрген екенсіңдер ғой. Мен, конечно, 2007-сіңдер. Тайна Коко вообще топ негізі. Хорошо. Онда қазір мен сендерге кішкене мына жақта жоғарғы бөлікке бір түсіндіріп кетейін. Жалпы мына бөлікте бізде Германия бар деп ойлайық. Мына бөлікте бізде КСРО-ның территориясы үлкен ғой. КСРО-ның территориясы үлкен.
мына жақта Мәскеу болатын болса, Германия осы аумақтарға шабуыл жасайды негізінен. Сталинградқа шабуыл жасайды. КСРО-ның территориясын шабуыл жасап жатыр жалпы. Енді КСРО-ны базар жоқ олар. Бастап кезі айырады негізі. Соғыс қимылдары кезінде өте біраз зардаптар тигізеді КСРО-ның тарапына. Енді уже Мәскеу шайқасы болды, Сталинград болды, Ленинград болды. Жеңді ғой енді 44-ші жылдар жеңіп жатыр. 43-44 жылдары. И олар естейді жеңгеннен кейін обратно Германияға қарай сиязға шығады. Сол себепті үш шайқастан кейін Германияның тарапы немесе Украина теріп Днепр деген Еуропа ғой. Сол себепті Днепр шайқасы болады. Негізі Днепр шайқасы немесе кері соғыс қимылдар 1943-те болған. 1943 жылы Днепр шайқасы болады. Осы шайқаста ең жас Кеңес одағы батыр атағын алған десе, сендер Елеусізов дегенді белгілейсіңдер. Жәнібек Елеусізов неше жасында алды десе, ол 18 жасында Кеңес одағы батыр атағын алған тұлға. Так. 2006-ларда. Енді осы жерге дейін біз қарастырдық. Енді мен сендерге андай бір общий анықтама беріп қойдым. Днепр үшін шайқаста қатысқан гвардия жауынгерлердің ішінде неше жауынгер алды деген мына жақта информацияны көрсеңдер болады. Бірақ сендерге Днепр үшін шайқаста марапатталған деген адамдардың есімін осы жерден жазып алу керексіңдер. Мен мына жаққа қысқартып қоямын. Міне. Сүлейменов, Жақсыгүлов, Шәкенов, Шәкіров, Петров, Біреусов деген, яғни осы жақтағы тұлғалардың өз есімдерін кітап арқылы осы бөлікте өздеріңе жазып аласыңдар. Енді біз қазір Германияның соғыс қимылы кезінде КСРО өзінің территориясын қорғап қалғандығын түсіндік. Енді біз қазір партизан деген түсінікті қарастырамыз. Бізде партизан деген болды азамат соғысында. Бір есімізге алып кетейік, өте жиі келетін сұрақ бар. Азамат соғысында Алтай мен Тарбағатайда құрылған партизандық отряд деген бар. Соны қазір комментарийге еске салып жүріңдер. Алтай мен Тарбағатайда құрылған партизандық отряд. Қыркүйекте ма, аулағымда ма? 500-510 примерно сондай отырады олар. Алтайдың тау қырандары деген бар, бізде Аяжан, Сымбат, Гүлдана оқушыларымыз жауап берген екен, тау қырандар. Хорошо. Біз партизан деген түсінікті білеміз. Жалпы айттық қой, Германия бастап кезде КСРО-ның аумақтарын жеңеді, сөйтіп ол жақтағы тұтқындарды өздерін алған негізінен. Енді тұтқын қалған. Сол тұтқындардың арасында Германияға қарсы әскери қимыл ұйымдастыратын адамдарды партизан деп түсінсек болады негізінен. Енді осы Германияның территориясында қанша партизандық қазақ жауынгері әрекет етті десе, жалпы қазақстандық партизаншылар саны 3,5 мыңға жуық болған. Яғни 3,5 мың болған. Енді сол партизаншылардың ішінде танымал ерліктермен танымал болған және де батыр ақын болған партизаншы десе, Қасым Қайсенов деген жауапты белгілейсіңдер. Сендерге бұл тұлғаның есімі кітапта да ерекше етіп бекітілгеннен кейін ол тест базасында міндетті түрде сұралады негізі. Енді сендерде одан бөлек партизаншылардың есімі сұралып қалса, Ғалым Ахмедияров, Ғалым Омаров, Нұрым Сыдықов деген секілді жауаптарды белгілейсіңдер. Екінші сендерде тестте ерекше келетін сұрақ бар. Қазақстандық әйелдер деп келеді именно партизаншылардың арасында. Нұрғаным Байсейітова, Тұрғаш Жұмабаев, Жамал Ақылова деген жауаптарды белгілейсіңдер. Біз қазір партизан деген сұрақты білдік. Бұған дейін бізде Мәскеу, Ленинград, Сталинград и Днепр деген шайқасты білдік те, ең соңғы шайқас бар бізде. Ең соңғы ол Берлин операциясы деген бар. Қазір осы жерге дейін түсінікті ме оқушылар? Берлин операциясына дейін. Онда біз осы жерден кішкене қарастыра тұрайық. Бізде кішкене ғана қалды, өз уайымдамаңдар. Енді мен қазір сендерге скрин жібермес бұрын. Вообще Нысана деген театрды білу үшін беліңдер негізі. Бұрынғы театр ғой. Бұрынғы емес пайде. Бұрынғы театр негізі. Соның бір видеосы бар, мен Ұлы Отан соғысына байланысты YouTube'ты қазып тауып алдым. Қазір кішкене сергіту мақсатында осыны көріп жүріңдер, бір минут ары кетсе. Потом скрин жібересіңдер. Түсінікті ма? Сонда мен қойып көрейін. Мен емес апай төбелескен. Сабақ айт.
Не туралы еді? Ұлы Отан соғысы. Қай соғыс ол? Ұлы. Сабақ. Ұлы Отан соғысы. Так. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Қай жылы басталды? Қай жыл басталды? Мен сенен сұрап тұрмын, қай жылы басталды? Мен сұрағанды? 1941. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. Ей, сыбырлама! Сыбырлама, өзі айтады. 41 жыл деп өзі айтады. Апай, мен мектептің тілінде емес, көшенің тілінде айтыш. Бандитский тілде. Уй, бандит. Бай, айтсаң, қалай айтсаң. Сабақ айтшы маған, қалай айтсаң да. Салам алейкум, братан апай. Короче, тема мынандай болған ғой. 41 жылы Гитлер деген қасына өңшең атмаросовтарды жинап алып, Барбаросса деген талпа құрады ғой. Сөйтеді да біздің Иван деген бауырымызды испатчикқа ұрып кетеді ғой. Ол жерде кім обыскать етіп қойған білмеймін енді. Көзбен көрмегеннен кейін қиын ғой, білесіз ғой. Сөйтіп Иван деген бауырымыз қасына Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, ар жақтан, мына жақтан неше түрлі жігіттерді, атлеттерді, маргариндерді шақырып теманы жаба алмай қалады ғой 45 жылы. Сөйтеді да кім шақырам деп Қазақстанның ең авторитеттерін шақырып, соғысты жауып мықты қылып тема қылып тастайды ғой, короче апай. Біздің арқамызда, көрдіңіз ба, қазақтардың арқасында. Қалай, беске тартып тұрмын ба? Не ғой, Ахметов, мен онда сенің тіліңде түсіндіріп берейін, е? Разговор жоқ. Не ғой, оқушы брачке? Че там? Әңгіме жоқ, әңгімені сойып қояды екенсің. Чоп почем, қалай, дың, мың. Ырза болдым, ше? Обосновать етіп қойыпсың да? Бірақ 5 қоя алмаймын, ренжіме бауырым. А че? Менен де спрос бар, 3 қоясың, е? Двордағы жігіттерге салам загани. Құжуара бердім, жынжығырме! В общем, оқушылар, типа, кішкене сергісін деген мақсатта қосып қойдым осы видеоны. Так, онда былай істейік. Барлықтарын тез скрин жіберіп тастаңдар. 2-3 минут тез скрин жіберіп тастаңдар, и біз дальше жалғастырамыз. Так, біз жаңа қай жерге келдік? Осы жерге келдік біз. Апаларым дегендер арай бізде нысанаға жатып алған сияқты. Мен сендер көрмейді деп ойласам негізі. Скрин жібермеген оқушылар болса тез жіберіп алыңдар. Скриндерін жіберіп алыңдар, Гүлжан айтпақшы. Так, енді біз қазір шешуші соғыс қимылын қарастырамыз. Арай, балалық шағым нысана шаншармен өтті ғой дейді да. Әлі балалық шақтан өткен жоқ қой сендердің. Так, оқушыларымыз өзі скриндерін жіберіп қайтып келді ғой деймін, ә? Дальше жалғастырайық олай болса. Енді қараңдар, біз қазір шешуші соғыс қимылын қарастырамыз, ол Берлин операциясы. Яғни Германия қалай құлайды деген сұраққа жауап берейін деп жатыр. Берлин операциясы 1945 жылы 16 сәуірде басталатын негізінен. И ол 2 мамырға дейін жалғасқан. Және де бұл Берлин операциясының негізгі мақсаты Германияның орталығы болған территорияны құлатып, соғыс қимылдарын аяқтау. Енді сол мерзімде Берлинді жаулаған кезде Рейхстагқа ту тіккен қазақстандық жауынгерлер десе Рахымжан Қошқарбаев және де Григорий Булатов деген жауапты белгісіндер. Бұл Берлин операциясында көзге түскен қазақ батыры десе Сағадат Нұрмағамбетов деген белгілесіндер. Бұл тұлғаға байланысты біз алдағы уақытта қарастырамыз. Бұл Қазақстанның қорғаныс министрлігі құрылады. Сол кезде тұңғыш
Қазақстан қорғаныс министрі болған негізі. Енді бізде Берлин операциясы мен соғыс қимылдарын аяқталған кезде қазақстандық жауынгерлерді екінші дүниежүзілік соғыс болып жатыр ғой, әлі екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған жоқ негізі. Сөйтіп қазақстандық жауынгерлерді шет елдегі қарсыласу соғыстарына да жіберген. Ол дегеніміз қалай? Дүниежүзі тарихы бойынша негізінен Корея және де Жапония жерлерінде де қазақстандық жауынгерлер соғыс қимылдарын жүргізген. Дәл осылайынан шет елдік қарсыласу соғыстарына қатысып даңқы шыққан Кеңес одағы батыры атанылғандар десе, онда Егоров пен Хусайнов деген жауапты белгілейсіңдер. Біз бұл Ұлы Отан соғысындағы 4 негізгі шайқасты қарастырдық. Оның нәтижесі бойынша жалпы Кеңес одағы батыры атанылғандар саны десесіңдер 497 деген белгілейсіңдер. Бірақ кейбір тесттерде 500-ге жуық немесе 500 деген цифрмен общий бере береді. Сол себепті шатаспай белгілейміз. Енді Ұлы Отан соғысының нәтижесі бойынша 2 мәрте Кеңес одағы батыры атанылған тұлғалар бар. Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. Және бұл 4-еуі де Ұлы Отан соғысында қандай қызметте болды десе, 4-еуі де ұшқыштар болған. Сол себепті, егер де сендерде 2 мәрте Кеңес одағының батыры атанылғандардың қызметі десе, ұшқыш деген жауапты белгілейсіңдер. Жаңа біз айттық, шет елдерде Кореяны азат етуге қатысып марапатталған қазақстандықтар саны десе, онда сендер 14 деген жауапты белгілейсіңдер. Ал Жапонияны жеңген үшін сол аумақта қазақстандық болып марапатталғандар саны десе 234 деген белгілейсіңдер. Ал КСРО тарапынан қаза болған Ұлы Отан соғысында адам саны десе 2,7 миллион деген белгілейсіңдер. Осы жерде тағы есімізге түсіріп кете салайықшы, Азамат соғысында неше адам қаза тапқан еді? Мен комментарийлерді көрейін. Жалпы әсел бізде әрбір 5-ші адамды алып кете берген ғой соғысқа. Әсел Күрман Қожа оқушымыз бізге дұрыс жауап берді. Сымбат Бакир оқушымыз молодцы. Азамат соғысында 8 миллион адам қаза болған болатын. Енді жаңа Берлин операциясы болды ғой, Германия жеңілді. Сөйтіп Германия не істеді? 1945 жылы 8 мамырда сөзсіз тізе бүгу актісіне қол қойды, яғни жеңілгенін мойындайды. И 9 мамырда бүкіл теманы жауып тастаған екен, КСРОлықтар 9 мамырда жеңіспен аяқталды деп қайтады үйлеріне. Сол уақытта сендерде 9 мамыр деген ол жеңіс күні болып бекітілген болатын. Енді бұл жерде мен қосымша ақпарат ретінде енгізіп қойдым. Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты. Қазақстан тарихында қатты сұрала бермейді. Екінші дүниежүзілік соғыс 1945 жылы 2 қыркүйекте аяқталады. Ұлы Отан соғысы аяқталды десе, Германияның тізе бүгумен деген жауапты белгілейсіңдер. Ал екінші дүниежүзілік соғыс немен аяқталды десе, онда Жапонияның тізе бүгумен деген жауапты белгілейтін боласыңдар. Енді бізде бұл жерде сендерде Барбароссаны білесіңдер, екінші дүниежүзілік соғысты анықтамасын білесіңдер. Енді осы жерден өздерін оқып аласыңдар. Олар дегеніміз кім? Жалпы екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында фашистер деген именно Германияның, Италияның тарапында соғыс, яғни негізі ол бірінші Италияда басталғанда, негізгі күш бірақ Германияда болады. Дүниежүзі тарихы бойынша сол уақытта фашистердің тарапында болып, соларға қызмет етушілер осылай аталынған болатын. Енді біз қазір осы тақырыптарға байланысты тест тапсырмасын қарастыратын боламыз. Бұл жерде ескеретін нәрсе былай белгілеп кетіңдер, 1А, 2С, 3 бірдеңе деген секілді. Аяулым қала бір бәле дейді. Так, бізде уже Динара, Аделия, Аяжан оқушыларымыз бізде ответ белгілеп кеткен екен. Ол сендерде Сұлтан Баймағамбетов дұрыс. Бір А жауабында дұрыс. Енді 2. Ленинград қаласындағы именно Киров крейсіндегі қазақ жауынгерлер саны неше болды? Ол бізде 156. Бір жауабында болды. Гүлдана оқушымыз бізде жауап берген екен. Аделия деген есім вообще күшті есім екен негізі. Бұрын комментарийлерден байқамаған сияқтымын. Так, енді қараңдар, 3-ті қалай белгілеп жатсыңдар? Дұрыс, 3В. Бақтыорай Бейсекбаев. 1941 жылы ең алғаш болып өзінің ұшағын құлатып қаза болған халық қаһарманы ол Бейсекбаев. И оған 1998 жылы ғана халық қаһарманы атағы берілген болатын. Так, енді біз бұл тақырыптың сұрақтарын қарастырдық та, енді мынау ұбт-да келген контекст. Осыны бір қарастырып жіберейік, ұбт-да келген контекстті.
ноутбугім неге вайна болды. Аделя Ақспесіктер, иә. Так, Медина деген тоже күшті есім. Так, қараңдар. Контекстте ақпарат көзі берілген. Бауыржан Момышұлы 1941 жылдың күзінде қатысқан шайқас ол Мәскеу үшін шайқас. Яғни бұл жерде С жауабында дұрыс. Аиша, Нұршарып, Данагүл молодцы. Енді екінші сұрағымызға көшеміз. Құрамында Бауыржан Момышұлы шайқасқан 8-ші гвардиялық дивизияға берілген есім. Бұл жақта берілген есімде енді қалай белгілеуші едіңдер? Так, бұл жерде сендерде қазақстандық деген қате жауап болып жатыр. Ең алғаш бізде Айым деген оқушымыз дұрыс жауап берді. 8-ші гвардияға Панфилов деп аталатын есім берілген. Панфилов есімі оқушылар. Енді Бауыржан Момышұлы қатысқан алғашқы шайқастың маңызы. Осыны белгілеп көріңдер. Контекстте осындай сұрақ келсе, сендер қалай белгілеуші едіңдер? Әсел Құрманқожа оқушымыз бізде молодец д жауабын айтты. Гитлердің Германияның қауырт соғысын жоспарын күйретті деген жауап бересіңдер. Ол келді ғой, қысқа уақытта смело жаулап аламын деді, бірақ 316-312 дивизиялар ол уақытта жиналды. Яғни өзіне керек нәтижені көрсеткен. Сол себепті д жауабын белгілейсіңдер. Енді 8-ші гвардиялық дивизия жасақталған Қазақстан облысы қай аумақтан шыққан еді? Молодец, бұл Алматы қаласына, яғни бұл жерде сендерде С жауап дұрыс. Құндыз Ақкөш дейді. Бізде алғаш жауап берген екен. Бір оқушымыз 4-ке кетіп қапты. 4 С деген бұл 5-ші сұрақ екен ғой. Енді Бауыржан Момышұлы отан соғыста өзінің алғашқы ұрыстарында басқарды десе, онда сендер батальон, яғни В жауабын белгілейсіңдер. Молодцы. Значит, ОБТ-да дәл осындай контекст келсе, онда сендер таба аласыңдар деген білдіреді. Ақкөш сіз жұмытатын оқушы дейді. Енді қазір екінші контекст бар. Тоже мен бұны қарастырып кетейік деп ойладым. Ұлы отан соғысына байланысты. Ішінде бір жаңа сұрақ бар. Кеттік онда. Бұл әскери құжат, яғни Германияның әскери соғыс құжаты бізде несі ғой? Жоспар ғой құжат дегенде. Осында де Барбаросса д жоспар. Бізде Жамшит деген бала бірінші рет қатысып жатыр ғой деймін, потому что білмеймін неге екенін, маған скриндар келіп қалады. Жамшит естішті, мен есім алмады. Так, значит, дұрыс. Бір д жауабында дұрыс. Енді келесі сұраққа көшеміз. Бұл жоспарға сәйкес басталған соғыс. Енді оңай соғыс, иә? Барбаросса ол Германиянікі 1940-тан бастап жоспарлаған. Ол сендерде Ұлы отан соғысы. Барбаросса десе комитет есіме түседі дейді. Ол Барбарис деген комитет емес па? Так, енді бұл жоспарға сәйкес Қазақстан кіруге тиіс неміс отары деген барды. Осының дұрыс ответін өздеріңе қосымшаға жазып алыңдар. Жалпы Германия Ресей аумағын жаулап алған екен, оның отарларын да өзіне қосып алады ғой. Сол себепті именно Қазақстан үлкен Түркістан либо Еділ Орал деген отарлық территориясы болып жарияланбақшы болады негізі. Сондықтан бұл жерде сендер В жауабын белгілейсіңдер. Енді бұл жоспардың авторы дейді. Бұл жоспардың авторы. Оңай. Бұл жақта сендерде ол Гитлер, иә? С жауабында дұрыс. Гитлердің қауырт жоспары. Аиша, Пираты Карибского моря, четкий фильм, по идее. Енді қазір мына жақта мен оқиғалары мен жылдарды сәйкестендіру дегенді бөлек мына жаққа қарастырып қойдым. Мынау оның жалғасын ал. Осыны сәйкестендіріп шығамыз, иә? Қараңдар. Бізде 1941 жылы басталған шайқас, бізде Мәскеу шайқасы, 1941-42. Значит, бір бізде А болады. Ленинград шайқасы деп тұр. Ленинградты біз 1941-44 деп айттық қой. Сондықтан бұл жерге сендер 2 деген жауапты белгілейсіңдер. 42-43-те болған шайқас Сталинград шайқасы, иә? Значит, мына жерге біз 3 деген жауапты белгілеп қоямыз. Енді біз 1943 дегенде жаңа Днепр дегенді білмей тұрық қой. Кейде ол Курск деп аталынады. Значит, бізде Г 4-ке тиесілі. Ал Берлин операциясы 1945-те болған, ол бізде 5.
Жалпы бұндай сұрақ келген кезде сендер Мәскеу шайқасын четко білесіңдер ғой, негізі 1941-де басталған. бір А десе мыналардың барлығын автоматически сызып тастайсыңдар ғой. Енді осы жерден өздеріңе сәйкестендіріп тауып алатын болсаңдар, бізде А жауабы дұрыс болып есептелінеді екен. Молодец, А жауабы бізде дұрыс. Енді қазір бүгінгі сабақ сендерге қаншалықты түсінікті болды? Ұлы Отан соғысына байланысты біз қазір кіріспе ретінде қарастырдық негізі соғыс қимылдарын. Біз оның салдарын Қазақстан үшін тағы қарастырамыз. Сұрақтарың болса, комментарийге жазсаңдар болады. Фудмастер Кома дейді. Хиуа Доспановаға байланысты қазір Құндыз жақсы бізде дұрыс сұрақ қойды. Енді қараңдар, сендерде жасыл кітап бар. Мен оған негізінен бөлек уақыт арнайтынмын. Жасыл кітапта сендерде контекст бар. Жасыл кітапта контекст бар. Нақты санын 5 деп қояйыншы. 5 контекст бар. Ұлы Отан соғысына байланысты 5 жаңа контекст бар. Рахымжан Қошқарбаевтың өмірбаянына байланысты, Нұрикен Әбдіровтікі, Хиуа Доспанованың бүкілінің өмірбаянына байланысты контексттер бар. Әзірше сендер сол контексттерді өздерің қарай тұрыңдар. Яғни бір қарап шолу жасаңдар. Біз алдағы уақытта бұл 5 контекст сұрағында осылайынан тікелей эфирде талдайтын боламыз. Жасыл кітапқа байланысты түсінікті ғой, ә? Ұлы Отан соғысына байланысты ма? Так. Ұлы Отан соғысына байланысты мен фильмдер 28 Панфиловшылар деген ғана біледі екенмін да. Бірақ мен сендерге вообще соғысқа байланысты бір фильм айта аламын. По соображению совести деген фильм көргенсіңдер ма? По соображению совести деген фильм бар, өте күшті фильм. Жалпы соғысқа бармайды да ол бала. Физически слабый болады, негізі өзінің районында физически слабый болған. Бірақ сонда да отанын қорғайын деп барады соғысқа. Соғысқа барған кезде оның өзінің жеке діні болады да, ол дінінде қару ұстауға рұқсат бермейді. Сол себепті ол соғысқа қарусыз соғысады ғой. Дальше өздерін көріп алыңдар, қызық болады негізі. Қасым Қайсеновтың сериалы бар негізі. По соображению совести фильм. Енді алдыңғы жолы оқушылар жазырда менде типа қыркүйек легі, ол типа олар жақсы көріп кеттіңіз туда-суда деген секілді. Из-за этого сендер өте ерекшесіңдер. Мен алғашқы мен оқушыларым болғаннан кейін. Сол себепті мен сендерге қазір жүрек көрсетейінші. Пока что қыркүйек ағымына жүрек көрсетпейтін сияқтымын. Киноның аты По соображению совести. Так, Гүлназ негізі именно слайдқа байланысты қарастырып жатыр олар. Мен ескерттім, бірақ тоже оқушыларға олайынан дұрыс болады, по идее дегенде. Все. Сен ешті қалай көрсетеді, мен особо жоқпын ондайға, камераға қарай. Былай ма десе. Все, осылайынан ба? Көрініп тұр ма қазір? Все, скриндерін жасап алыңдар, потом мен тікелей эфирді аяқтаймын. Все, онда өздеріңе керек скрин жасап алсыңдар. Енді оқушылар, бізде келесі сабақ Ұлы Отан соғысының жалғастарын қарастырамыз. Бүгінгі сабақты жақсылап дайындалып алыңдар. Олай болса мен бүгінгі сабақты аяқтайын. Бүгін енді музыка жоқ, по идее. Келесі сабақ қашып, біреуің музыкаға көмектесіп жібересіңдер. А то музыка креативім бітіп жатыр да, келесі сабақ тойдың өрелерімен кіріп келетін сияқтымын. Шудың бойында деп. Так. Все, оқушылар, онда барлықтарына сау болыңдар. Жүрегің сәл дөңгелектеу екен дейді. Все, мен қазір екінші тобыма барайын десем қате болады ойдым, мен сабақты жай аяқтай салайын. Сау болыңдар. Давайте. Завешені болмай қалды.